Ұстаз, жүріп жүрген жігітім менен 8 жас кіші. Басталды. Так, бір-бірімізді қатты жақсы көреміз дейді. Мен аламын деп жатыр. Мен ажырасқанмын, балам бар еще. Намысым жібермейді. Бірақ жүргенде намысым что-то жіберіпті сенің, Жанка. Жолын ұстағым келмейді, бірақ жақсы көремін дейді. Қайта екен, сезім оянып кетті сеніңде. Біз сезім деген бәле болды, оянып кете береді екен, қара, ойланбаған жерден. Кішкене дайындап барып оятсаңдар да болатын еді. Жоқ, сразу оята береді екенсіздер. Мейлі енді оянып кетті. Тыңда қарындасым. Ол сенен кіші, бір баласы бар, бір балаң бар сенің. Сен кінә емес, сен жаман қыз емессің. Сен қазақтың алтын қызысың. Алла разы болсын саған. Бірақ ол бала жас бала. 20-ның ар жақта жанындағы жігіт шығар. Оның ата-анасы бар, туған туысы бар. Солар сені алдырады деп отырсың ба? Қалай ойлайсың өзің? Мысалы, сен қалайсың ба сенің қызың или бір пенсионерге күйеуге шыққанын қалайсың ба? Сен пенсионер емессің, бірақ сен балаң пенсионерді алып келсе, бір Алла Пугачеваны. Максим Балкиннен барып сұрап алып, Максим Балкин тастап кетіп, Алла Пугачеваны алып келсе. Не істейсің? Желаю счастья вам дейсің ба? Не айтасың оған? Сон туысқандар не айтады? Бақытты болыңдар, счастья вам демейді ғой? Бетін тырнап алар, жаным ау. Бұл не сөз, қарындасым? Сенікі арам, қой жаным. Егер алам десе, онда құда түсте. Сол мамалары кесін саған. Бірақ келгенде де қабақтарын жұтып, ауыздарын бетіп келеді саған. Біздің баламызды дуалап алды дейді. Содан кейін күнде жазады маған. Мына баламызды дуалап алды, қалай қайтарамыз дейді. Жаным ау. Қой. Ертең саған өмір бермейді ол. Ол бала ол. Бір нәрсен дәмін көрген шығар, көрсе, көрмесе, көрем деп отыр, ол өліп жатыр. Бірақ ол ертең басына не түсетінін ол білмейді ол бала. Ол бала ол. Сен өзіңді кім деп айтатынын білесің ғой. Сондықтан қой жаным. Баламызды не істеді деп айтатынын да білесің. Өзің ар жағын көріп тұрсың. Көріп тұрып просто саған қызық болып тұр да енді. Жаңа махаббат не бермейді, тантаным бермейді деген әңгіме өзі. Оған кімнің өлеңі ғой, қой жаным. Алтыным қой. Әлі де болса да қой. Успокойся, бейби, қой. Ана қызыңды ойла, ары қарай құдай бағындашсын сен. Ол балаға қарама жаным. Сен ол, мен раскладын айтып берейін саған. Саған ешкім сөйлемеу үшін сен миллиардер болсың өсің. Сен бір үлкен байдың қызы болу керексің. Әкең депутат болу керек. Сен крутой бай болып, бүкіл туысқандарына бриллиант ауыздарын бәрін жаба берсең, сонда ішінен боқтаса да үндемейді. Бриллиант бергеннен кім сөйлейді? Мен де сөйлемейтін. Бақты болар неге келіп берем мен де. Солай. А сен ондай емессің. Сөздің ашығы. Сондықтан жаным өтпейді ол. Сөздің ашығы, шындығы сол енді. Мен қаттайды отырмын, қаттайды да шындығы сол жаным. Ағаларының өзі сол інісін тепкілеп өлтіреді. Бәрі мазақтайды, издеваться етеді, ол жылайды, мен сені жақсы көремін деп. Сол қорлық керек болған. Ертең ол құсадан барып асылып өліп қалсашы, сен кінәлі болсын.